Құрметті отандастар, құрметті Қазақстан халқы, бүгін біз 22 мамыр 2023 жылы Алматы қалалық сотының алдында тұрмыз. Себеп Атажұрт еріктілер партиясының жетекшісі Бекзат Мақсұтханұлы 16 мамыр Қытай мен Қазақстан ортасында визасыз режимге қарсы жеке тұрғандығы үшін, әрі 17 мамырда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың өз еркімен Қытай халқына визасыз режимді қабылдату іс-шараларына қарсы болғандығы үшін, жеке митинг жасаймын дегендігі үшін жазықсыз 15 тәулікке қамалды. Біз халықаралық кісілік құқық қорғау ұйымдарынан, сондай-ақ Женева конвенциясында көрсетілген адам құқықтарын қорғау шарттар бойынша сөз бостандығына, саяси қуғындауға қарсы тұрамыз. Бостандық беруді талап етеміз. Бекзат Мақсұтханұлына дейміз. Бекзат Мақсұтханұлына бостандық беруді талап етеміз. Бостандық берсін.